Қымбатты әріптестер, ардақты аналар, аяулы арулар. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Бұл мереке ізеттілік пен ілтипаттың, парасат пен мейірімнің мерекесі ғана емес, қоғам өміріндегі әйелдің айрықша орнын айшықтайтын күн. Ана бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербетеді, дейді дана халқымыз. Расында бұл сөздің астарында терең мән бар. Өйткені әйел өмірдің жалғасы, тәрбиенің бастауы, қоғам дамуының қозғаушы күші. Ұлттың зияткерлік әлеуеті де, рухани кемелдігі де ең алдымен әйелдің еңбегімен сабақтас. Қазіргі қазақстандық әйел тек шаңырақтың шырағын жағып қана қоймай, ғылым мен білімнің, басқару мен қоғамдық дамудың алдыңғы шебінде еңбек етіп келеді. Сіздер кәсіби біліктілік пен адами биіктікті қатар ұстанып, қоғамның тұрақты дамуына үлес қосып отырсыздар. Бүгінде әйелдер Қазақстанның ғылыми әлеуетін қалыптастыруда шешуші рөл атқарып отыр. Қазіргі таңда елімізде ғылыми дәрежелер, яғни магистратура, докторантура, ғылым кандидаттары дәрежелеріне ие 120 мыңнан астам азамат бар. Соның 62 мыңнан астамы, яғни 50%-дан астамы әйелдер. Бұл ғылым мен білім саласындағы әйелдердің орны айқын әрі берік екенін көрсетеді. Жоғары білім беру жүйесінде де әйелдеріміз жетекші орындарға нық орналасқан. Профессор оқытушылар құрамындағы әйелдердің үлесі 65,7% құрайды, яғни мыңдаған студенттің кәсіби қалыптасуына, азаматтық көзқарасының орнығуына тікелей ықпал етіп отырған оқытушылардың басым бөлігі сіздерсіздер. Елімізде ғылыми зерттеулермен айналысатын 12.893 әйел бар. Бұл ғылыми қызметкерлердің жалпы санының 56%-на тең. Әйел зерттеушілердің жалпы зерттеушілер сандағы үлесі 55,7%-ды құрайды. Олар іргелі зерттеулерден бастап қолданбалы және пәнаралық жобаларға дейінгі түрлі ғылыми бағыттарда табысты еңбек етіп келеді. Жаратылыстану ғылымдарында 3625 әйел еңбек етсе, инженерлік әзірлемелер мен технологиялар саласында 2625, гуманитарлық ғылымдарда 2471 зерттеуші қызмет атқарады. Әсіресе гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдарда әйелдердің үлесі 75%-дан асады. Бұл көрсеткіштер ғылым кеңістігіндегі әйелдердің белсенді әрі ауқымды үлесін айқын дәлелдейді. Құрметті ханымдар, сіздер білім арқылы болашақты, ғылым арқылы жаңа мүмкіндіктерді қалыптастырып келесіздер. Сіздердің табандылықтарыңыз бен жауапкершіліктеріңіз, терең білімдеріңіз бен ізденістеріңіз ел дамуына қызмет етіп отыр. Мемлекет ғылым мен жоғары білім саласындағы әйелдердің бастамаларын әрдайым қолдайды. Сіздердің кәсіби өсулеріңізге, ғылыми ізденістеріңізге және көшбасшылық қабілеттеріңізді дамытуға қажетті жағдай жасау біздің басты міндетіміздің бірі. Осы мерейлі күні сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Бастамаларыңыз жемісті, қадамдарыңыз нық болсын. Қадірлі әріптестер, қымбатты аруларымыз, мерекелеріңіз құтты болсын.